кезеңінде біздің облысқа былтырғы 2025 жылы 794 адам көшіп келді. Сол көшіп келушілер арасында бізде қазір аудан аралық, әсіресе шекаралас аудандарға орналастырылдық. Осы көшіп келген азаматтардың 67% бүгінгі таңда тұрақты жұмысқа орналастырылды. Енді сонымен қатар осы мемлекеттік бағдарлама аясында берілетін субсидиялармен бірге біз өзіміздің былтыр өңірлік шығыс шақырады бағдарламамызды қабылдадық. Бұл өңірлік бағдарлама бізде ең бастысы жеңілдетілген 5%-ға дейінгі жеңілдетілген несиеге бағытталған. Сонымен қатар қайтарымсыз гранттар бағыты 3 миллион 200 теңге көлемінде берілетін, өздерінің бастапқы бір бизнестерін бастауға берілетін жәрдемақы ретінде беріледі. Сонымен қатар құтты өңір бағыты бойынша бізде осы жергілікті кәсіпкерлермен меморандум жасасып, ауылда әсіресе шекаралас аудандарда босап қалған үйлерді сатып алып, о жерге кішігірім жөндеу жұмыстарын жасап, сол келген азаматтарға беріледі. Тұрғын үйіміз дайын болмаса, қоныс аударушылар келіп кетіп қалып жатса, жұмысқа орналаса алмай жатса, онда біздің жұмысымыздағы қателіктер, кемшіліктер бар деген сөз. Әрбір жанұяны біз қатты бақылауға алуымыз керек. Әрбір әкім өңіріне бара жатқан жанұя бойынша, қоныс аударушы бойынша жан-жақты біліп отыру керек. Сіздер осы облыс тарапынан, олар өңірде өздері тарапынан қадағалай отырып, әрбір жанұя үшін жұмыс жасауымыз керек. Біз өзіміз көшіп барғандай, жанымыз ашып оларға қолдау көрсетпесек, тағы да қайталап айтамын, бұл көші-қон жай статистика. 100 адам келді, 90-ы қалды, 10 кетіп қалды. Жаңағы бізге цифр емес, әрбір кеткен адам не себепті кетті. Бізде қандай кемшіліктер болды, соны қарауымыз керек.